Баршаңызға жалынды сәлем. Бүгін мен сіздерге арнап 2017 жылдың ең қызық киноларының бірі Джуманджи: Зов джунглей фильмі жайлы қысқаша айтып өтетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер, өйткені фильмнің соңы сізді таң қалдыратынына мен толықтай сенімдімін. Так что лайкты басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бұл да бір қазақша ютубты, яғни қазақша контентті дамытуға мен үшін үлкен демеу болып табылады. Ал біз осымен бастаймыз. Орта мектеп оқушысы Спенсер Гилпин атты жігіт өзінің жақын досы Энтони Джонсонның орнына шағын реферат жазғаны үшін мектеп директоры Бентли оларға демалыс күні қосымша жұмыс тапсырады. Осы кезде екеуінің қатарына сабақ кезінде телефонмен сөйлескені үшін Беттани Уокер атты сұлу қыз және де дене шынықтыру сабағынан босатылған Марта Капли атты екі қыз қосылады. Төртеуі бірге директордың айтқаны бойынша мектеп подвалындағы журналдарды реттеуге барады. Сол жерде Спенсер Джуманджи деген ескі консольді тауып алады да қалғандарын ойынға шақырады. Ойын шарты бойынша әркім өз персонажын таңдау керек. Ол жерде негізі 5 персонаждай болады, бірақ та 4 персонаж таңдалған соң консоль оларды ойынға сорып алады. Джунглидан бірақ шыққан төртеуі бір нәрсені байқайды. Бір-біріне қараса әр қайсысы таңдаған персонаждарына айналған екен. Энтони қарапайым зоолог, Беттани болса семіз еркек болып кеткен, Марта болса сұлу келбетті қыз, ал Спенсер бодибилдер. Төртеуі мән-жайды сұрастырып жатқанда Беттаниді судан шыққан бегемот жеп қояды да бірнеше секундтан соң ол қайта тіріліп аспаннан түседі. Төртеуі бегемоттан қашып бара жатқанда олар бір сөзді қайталай беретін, яғни ойын персонажы Найджелді кезіктіреді. Найджелдің айтуы бойынша ол Ван Пелт бастаған экспедиция мүшесі екен. Ван Пелт ягуар ескерткішіндегі тасты алып тастаған соң, ол зұлым адамға айналып, Джуманджидағы барлық жануарларды басқара алатын күшке ие болған екен. Найджел оларды орман шетіне шығарып салып, қолдарына картаны беріп кетеді. Ол картаны тек Беттани оқи алатын болып шықты. Осы кезде оларға Ван Пелттің адамдары мотоциклмен шабуылдай бастайды. Бірақ олар жартастан өзенге секіріп, әзер құтылады. Өзеннен шыққанда Марта өзіне оқ тигенін байқайды. Сол кезде оның аватары жарылып, қайта аспаннан тіріледі. Әр қайсысы қолдарынан 3 сызықты байқайды, ал Марта мен Беттанида тек екеу ғана екен. Осыған қарап, олар бұл сызықтар олардың қанша өмірлері қалғанын көрсетсе керек деп түсінеді. Егер қолдарында сызық қалмаса, значит ойында да шын өмірде де өлгені. Базарға барар жолда олар келесі подсказканы іздеп бастайды. Сол кезде Спенсер мен Энтони бір-бірімен сөзге келіп, Энтони Спенсерді жартастан итеріп жібереді. Қайта тіріліп, сөз таластың бекер уақыт екенін түсініп, бәрі бірге базарға аттанады. Сол жерде олар келесі подсказканы ішінде жыланы бар жәшіктен тауып алады. Подсказканы алу үшін олар бәрі күштерін жұмылдыру керек екен. Осы кезде Энтони улы торт жеп жарылып кетеді. Бұны байқап қойған Ван Пелт және оның адамдары шабуыл жасамақшы болғанда, оларды тек белгісіз бір ойыншы құтқарып қалады. Белгісіз лагерге келгенде, жаңағы ойыншы өзінің 5-ші персонаж екенін түсіндіреді және есімі Алекс екен. Ол өзінің 2 өмірін құртып алғаннан соң, ол басын бәледен аулақ ұстаса керек. Сөйтіп, группа вертолетпен ары қарай ягуар ескерткішіне бара жатқанда, олардың вертолеттері бұзылып, сәл дегенде құлай жаздайды. Бірақ Спенсер тез арада жөндеп, бәрі аман қалады. Бірақ сілкіністен Энтонидің сөмкесінен ягуар ескерткішіне қою қажет тас вертолеттен құлап кетеді. Жаңағы тасты іздеп тауып барса, ол жерге носорогтар жиналып қалған екен. Спенсер кішкене ойланып Энтониді носорогтарға қарай итеріп жібереді. Бұны күтпеген Энтони қашып бастағанда оның артынан үйір-үйір носорогтар қуып жетіп таптап өтеді. Осы сәтті жоғалтпай Спенсер тез тасты алып вертолетке мінеді де, қайта тірілген Энтониді аспаннан вертолетпен күтіп алады. Әзер жерге қонғанда Алексті улы маса шағып алады да, ол өле бастағанда оны медициналық көмегімен Беттани құтқарып өзінің бір жанын береді. Спенсер мен Марта негізі бір-біріне шын өмірде сезімдері бар екенін мойындайды. Беттани мен Алексте де осы кезде бір байланыс пайда болып бастайды.
Ягуар ескерткішіне жеткенде төртеуі ақырында білдіртпей жеткілері келеді. Осы кезде оларды ескерткішті күзетіп тұрған нағыз ягуар охраналар күтіп алады да Спенсерді талап өлтіреді. Энтонидің көмегімен Спенсер планды жүзеге асырмақшы болады. Марта осы кезде Ван Пелттің жігіттердің назарын өзіне аударып тұрғанда, қалған үшеуі ягуарлардың назарын аударумен айналысып жатады. Спенсер сол сәтте бандиттердің біреуінің мотоциклін алып қашып ескерткішке жеткенде, Ван Пелт Беттаниді тұтқынға алады. Энтони болса пілді өзіне қаратып алып, ягуарларды үркітіп жібереді. Бірақ та ойыншылар тасты қайтадан жоғалтып алса бола ма? Марта әзер дегенде жылан толы шұңқырдан өзінің бір жанын кетіріп тасты алып, Спенсер тұрған жерден қайта тіріледі. Тасты алған Спенсер ягуар ескерткішіне оны бекітіп, Джуманджи сөзін айтады. Осылай бүкіл Джуманджи жеріндегі тыныштық қайта оралып, төртеуі ойынды аяқтайды. Ойын соңында Найджел қатысушыларды құттықтап, шын өмірге қайтарады. Подвалдан пайда болған олар қастарында Алекстің жоқ екендігін байқап, біраз алаңдайды. Үйлеріне қайтып бара жатқан жолдағы қирап тұрған үйдің қайта қалпына келгенін көріп таң қалады. Олардың қастарына бір үлкен кісі келіп, өзінің Алекс екенін айтады. Оның айтуынша, ойыннан шыққаннан соң ол отбасының болашағын өзгертпей аман алып қалғанын айтады. Келесі аптада Спенсер мен Энтони қайта достығын жалғастырады. Ал Беттани болса автостоппен саяхатқа шығам деп шешім қабылдапты. Осыдан соң Спенсер мен Марта жүріп бастайды. Бір күні төртеуі жиналып, Джуманджи консоль мектептің артына апарып, боулингқа арналған доппен ұрып сындырады. Олардың ойлауынша бұл ойынды мәңгілікке жояды, бірақ олар бұл ойынның жалғасы бар екенін білмесе керек. Осылай біздің Джуманджи Зов джунгли атты киномыз аяқталады. Кино жайлы өз ойларыңызды енді комментарийге жаза кетсеңіздер, сіздердің жазған пікірлеріңізге қарап келесі видеоға фильм таңдайтын боламын. Әрине, подписаться мен лайк кнопкаларын басуды міндетті түрде ұмытпаңыздар. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.